Украина тутулган кешелерні деніштірмеге азыра боқта Украина юқары радасы инсан ақлары векілетлесі Людмила Денисова Истанбулда омбудсменлер конференциясында білдірді, анда 55 мемлекеттен іштіракшілер топлашты. Украина омбудсменнің чықышы ярын олажақ бүгін есе Денисова Түркиясен адашы Шереф Малкочнен көршіжек. О Түркия ярдым етмесі үшін Русияда тутулган Украин сейсимі бүслерінің там жедвелені она бережек. Бұның еле Денисова ешғал етілген керичтен Украин гемелерінің чықарылмасыны да тефсір етті. Коли ці переговори були ще в травні і в червні. Майысве июнь айларында бой тышмалар олғанда гемелерінің қайтарылмасы ақында суал күн тәртібінде еді. Ама башта 35 ватандашымызның қайтмасынен меселені алеттік ве шу жүмледі дінежелерінінді. Шымды дінежелеріміз ве гемелерімізге дайыр эпосы суалер ал әтілгені үшін бұтын дипломатик хадимлерге президент офисіне ве президентке минедарым. Эпомыз Мандорты саммитini bekleyemiz ve bu herkes nazat etmek için daha bir adım olacak. Ukrayna buna hazır.